2024 жылдың 3 ақпанында Солтүстік Қазақстан облысының полиция департаментінің қызметкерлері Тиолайн компаниясының иелерінің бірі Виктор Долголевті жер қойнауын рұқсатсыз пайдаланғаны үшін ұстады. Сот санкциясымен ол қамауға алынды. Қылмыстық іс одан әрі тергеу үшін агенттіктің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаментіне жіберілді. Сондай-ақ Долголевке қатысты аса ірі көлемде кіріс алу арқылы заңсыз кәсіпкерлікпен айналысқан үшін тергеу жүргізілуде. Тергеу мәліметтері бойынша 2021 жылдың наурыз айында индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі компанияның 38 миллиард теңгеге қаржылық және инвестициялық міндеттемелерін орындамауына байланысты Обуховская кен орнында жер қойнауын пайдалану бойынша келісім шартты мерзімнен бұрын тоқтатқан. Жоғары сот құзыретті органның іс-қимылдарының заңдылығын растады. Сонымен қатар 2020 жылдың 1 маусымында сот шешімімен Долголевке Тиолайн компаниясының мүлкін басқаруға тыйым салынды. Осыған қарамастан Долголев өзінің бақылауындағы құрылымдар арқылы заңсыз тау-кен өндірісін жалғастырып, Қытайға және басқа елдерге сұр схемалар бойынша экспорттаған. Тек 3 жыл ішінде 113 мың тоннаға жуық кен экспортталды. Маманның қорытындысы бойынша қылмыстық табыстың жалпы сомасы 26 миллиард теңгеден асты. Бұл қаражатқа еншілес тұлғалар арқылы кен орнына іргелес жатқан 7,5 мыңға жуық гектар ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер сатып алынып, ол жерде заңсыз кен өндіру жүргізілген. Сонымен қатар 2 миллиард теңгеге бюджетке төленетін салықтар мен төлемдерден жалтару фактілері анықталды. Қазіргі уақытта жасалған қылмыстық барлық мән-жайлары анықтауға бағытталған тергеу әрекеттері жүргізілуде. Қылмыстық процесстік кодекстің 201 бабы тәртібіндегі өзге де ақпарат жария етуге жатпайды.